Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Онлайн сабағымызды бастаймыз. Маңтайық Ұстабыл атындағы орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Баяқов Әбдімүтәлі Темірбекұлы. Сабақтың тақырыбы әлемдегі ірі кітапханалар. Оқу мақсаты әлеуметтік, мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монолог түрдегі көтерілген мәселені талдау. Бағалау критерийлері: сұрақтарға нақты, шынайы жауап береді, тыңдалым материалдарын түсінеді, жанр ерекшеліктерін сақтап жазады. Қызығушылықты ояту кезеңіне көшеміз. Мақал мәтелдердің мағынасын ашыңыздар. Кітап алтын қазына, кітап алтын сандық, іші толған қазына құт. Оқы, ойыңа тұт. Кітап білім бұлағы, білім өнер шырағы. Кітап ғалым, тілсіз мұғалім. Кітап көзі жұмыққа арзан, көзі ашыққа маржан. Кітап оқығандікі, білім тоқығандікі. Тыңдалмалды тапсырмаларын ұсынамыз. Бұнда бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Кітапханаға жиі барасыз ба? Кітап оқуды ұнатасыз ба? Кітап оқу мен кино көрудің қайсысын таңдар едіңіз? Неге? Кітап оқу демалудың бір жол деген пікірге көз қарасыңыз қандай? Әлемдегі қандай кітапханаларды білесіз? Тыңдалым үшін сіздерге бейне материал ұсынылады. Адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы, тағысын тағы. Сол үшін де жақсы кітап рухани азық. Сау денелі болудың таптырмас дәрісі. Сондай-ақ кітап оқудың тағы бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі. Жапония медицинасы осындай қорытынды шығарып отыр. Олар кітап оқу үлкен миды үздіксіз қозғалысқа салады деген пікірде. Ал әлемдегі таңғажайып ірі 12 кітапханамен таныссыздар ма? Ендеше біз назарларыңызға ұсынамыз. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана бар екенін білесіз бе? Әуесқойлықпен бір-бірлеп кітап жинауды бастаған Джой Уокердің үйі бүгінде әлемдік деңгейдегі ең таңғажайып кітапханалардың бірі. Мұндай кітапханалар аз емес. Олай болса, әлемнің таңғажайып 12 кітапханасымен таныс болыңыздар. Швейцариядағы Сен-Галь абатындағы кітапхана орта ғасырлық кітаптарға бай. Соңғы санақтар бойынша мұнда 160 мың кітап бар екені анықталған. Оның 400-ге жуығының жазылғанына 1000 жылдан астам уақыт болды. Ал әлемдегі ең үлкен ғылыми кітапхана Ирландияда. Мұнда көне манускрипт, карта және ноталар да сақталған. Мыңдаған қолжазбалар мен мерзімді басылымдарды қорында сақтаған Прагадағы Строговск монастырының кітапханасының негізі 1149 жылы қаланған. Джой Уокер америкалық өнертапқыш. Оның Риджфилдегі үйі адамзат тарихындағы ең үлкен көп деңгейлі лабиринт тәрізді құрылған кітапхана. Онда 50 мың кітап және музейлік деңгейдегі артефакттар бар. Қорында 11 миллион кітабы бар. Йель университетінің кітапханасы да әлемдегі сирек кездесетін кітапханалардың біріне жатады. ақш-тың Сиэтл қаласындағы негізі 2004 жылы қаланған бұл кітапхананың оқырман қауым үшін орны бөлек. Бір ғажабы мұнда 1.450 мың кітап сияды. 8 қабаттан тұратын Калифорниядағы Гейзель атындағы кітапхана атақты балалар жазушысы Теодор Сьюз Гейзельдің құрметіне ашылған. Ал Голландиядағы Дельфт технологиялық университетінің кітапханасы ерекше үлгідегі әлемдегі бірден-бір ғимарат болып саналады. Әлемдегі ғажап кітапханалардың бірі Мехико қаласында орналасқан.
Мексиканың білім министрі болған Хосе Васкенселостың құрметіне ашылған кітапханада әлемнің баға жетпес жауһарларын кездестіресіз. Сыртқы көрінісі Колизейге ұқсас 9 қабатты Ванкувер кітапханасына бару көпшіліктің арманы. Әлемдегі ең белді кітапханаларды жобалаған архитектор Моше Савдиның Солт Лейк Ситидегі туындысы 2003 жылы салынған. Ал Ұлыбританиядағы ең үлкен кітапханаға бәріне бірдей кіруге рұқсат етілмеген. Тек 2000 жылдан бастап қана кітапхана қарапайым оқырмандарға қызмет ете бастады. Тыңдалым үшін орындалатын тапсырмалар. Он екі кітапхананың бірін таңдап, сол кітапханаға арнап құттықтау немесе интервью жазыңыз. Сөз саны 150-160 сөз. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Бейнематериал сіздің несімен қызықтырды? Жүргізуші орнында болсаңыз, осы мәтінді қалайша жеткізер едіңіз? Сұрақтарға жауап беріңіз. Үйге тапсырма. Мектеп кітапханасы немесе өзің оқырманы болып табылатын кітапхана туралы кітапханашыдан сұхбат алып, диалог түрінде жазыңыздар. Осымен біздің бүгінгі онлайн сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.